Қолдан жасалған қасірет, асыра сілтеу, ақырып теңдік сұраған, ақ таңдақтар ақиқаты, ұмытылмас жандар. Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасы ұсынады. Алыптың ұрпақтары, асылдың сынықтары, ұмытылмас жандар. Әлихан Бөкейхан, бүгінгі тәуелсіздіктің қайнар бұлағы, әлемдік деңгейдегі саясаткер, алып тұлға. Әз Жәнібектен, Керейден, Абылайдан кейін қазақ мемлекетін жаңғыртып, 20 ғасырға сай қайта құру ісіне бар өмірін аямай сарп етті. Ұлы істе алты алаштың ту көтерер өр ұлдарын соңынан ертіп, қазақ интеллигенциясының жауапкершілігін өз мойнына алған ұлт көсемі. Алыпты өмірге келген Бегім ханым жаратылысынан оқу білімге жақын, парасатты болған. Осы жерде 19 ғасырдың екінші жартысында 1866 жылы 5 наурызда Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан өмірге келген екен. Әлиханның балалық шағы, жастық шағы өткен осы бір қасиетті жер жеке жал қыстағы деп аталады. Мына жерде ата-анасының жаңа тұрған үйінің орны бәрі сақталған, тақта тас қойылған. Нұрмұхамед төре мен Бегежанның, Бегім ханымның отбасында өмірге келген екен. Әлихан Бөкейханның анасы тобықты Мамай батырдың қызы Бегім ханым. Алтын құрсақты ана деп айтуға болады. Өйткені, яғни жаңа Мамай батырдың бір қызынан Шәкәрім Құдайбердіұлы туса, бір қызынан осы тұлғамыз Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан туған екен. Әлихан Бөкейханның інілері Әзілхан, Тәттіхан, Базылхан, Сымахан және қарындасы Нұрбегім ханым. Қызы Елизавета, ұлы Өктай. Елизавета Әлихан қызы әке шешесінің ең асыл қасиеттерін сіңірген дара тұлға. Оның жақсылыққа деген ізгі пейілі ұлы тұлғадан дарыған. 1937 жылы әкесі Әлиханды Бутырка түрмесіне алып кеткенде Елизаветаның қолында кәмелетке толмаған ұлы Ескендір қалған еді. Сол кезеңдерден бастап түсініксіз қуғын сүргін басталды. 1942 жылы алғашқылардың бірі болып солтүстік батыс майданы медициналық госпиталіне қызмет етуге аттанады. Ерен ерліктің үлгісін көрсетіп, майдан даласынан майор атағымен оралады. Елизавета саяси қайраткер, драматург, Смағұл Сәдуақасовтың жары болған. Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Нығмет Нұрмақовтармен жақсы араласады. Репрессияның кесірінен Смағұл Кремль ауруханасында тосыннан қайтыс болады. Қысылтаяң шақта денсаулық халкомы Семашко Лизапайды лаборанттық жұмысқа шақырып, кейін ғылыми қызметкерлікке орналастырды. Дәрігерлердің білімін жетілдіру институтында көп жыл декан болып қызмет атқарып, партия ұйымын басқарады. Медицинадағы статистика жөнінде көрнекті ғалым болады. Әлихан 6 жасқа келгенше тілі шықпапты. Өзі жас кезінен ерекше болып өседі екен, ерекше болып ержетіледі. Яғни әділеттігі үшін күрескен екен. Балалармен асық ойнаған кезде мықтылар әлсіздерге әлім жетік жасаса, солардың бәріне жаңағы әділетті түрде қарап өседі. Соңғы рет осы жерден ұстап алып кетті деген тарихи деректер бар. Қарапайым халықтың да көпшілігі осы қуғын сүргіннің құрбаны болды. Мұндай оқиға енді қазақ халқының басында берілмес екен. Мұндай нәубетті енді халқымыз көрмес екен деп тілейміз. 1910 жылы ұлт көсемі Әлиханның Өктай есімді ұлы өмірге келеді. Қуғын сүргіннің зардабынан бөтен ортада тәрбие алған Өктай Сергей аталады. Ол Мәскеудің Тау-Кен институтын бітіріп геолог болды. 1930 жылы Қарсақпай комбинатына жұмысқа кіріседі. Жезқазғандықтар оны Ақтай деп атаған. КСРО ғылым академиясының үлкен Жезқазғанды жан-жақты талқылаған 1934 жылдың қараша айындағы төтенше ғылыми сессиясында баяндама жасаған. Бірнеше жыл Қазақстанда
Қаныш Сәтбаевпен кешенді геологиялық барлау тобында ерен еңбек етеді. Өктай Әлиханұлының еңбектері тарих беттерінен сызылып, көлеңкеде еленбей қалған. Тек Жезқазғанның құрылымдық және кенді аудандары ғылыми мақаласы Қазақстанда сақталған. Өктай Әлиханұлы дүние жүзіндегі ең ірі мыс кені Жезқазғанның атын шығарған ірі тұлға. Оңтүстік Оралда, Хакасияда геологиялық экспедицияларды басқарған. Мына тұрған жер Жіңішке өзенінің жағасында орналасқан Бөкейхановтар әулетінің жерленген жері. Тарихта Талдыбейіт деп аталады. Талдыбейіт деп аталу себебі, анау ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан Омбы қаласында оқып жүрген кезінде 2 талды вяз ағашын алып келіп, әке-шешесінің басына отырғызады. Сол талдың біреуі өліп қалады да, біреуі бүгінде жайқалып тұрып өсіп тұр әке-шешесінің басында. 1 ғасыр уақыт өтті. Яғни бұл жерде Бөкейхановтар әулетінің барлығы жатыр десек те болады. Атасы, әкесі, анасы Бегім ханым, әкесі Мұқан төре, қарындасым Нұрбегім ханым, Смахан төре інісі, сонан кейін Тәттіхан деген інісі болған. Ол да жаста 25 жасында қайтыс болады, осы жерде жерленген. 60 жылдары туған інісі Смахан төре Әлиханды халқы ұмыт кетпесін, есіне алып жүрсін деп, есі сіңген малақайын алып келіп осы араға жерге көміп, тақтатас орнатады. Яғни қазақтың зиялысы Әлихан Бөкейхан деп. Әрі тұлға Әлиханның қарындасы Нұрбегім Нұрмұхаммед қызы 1874 жылы желтоқсанда өмірге келген. Сұлтанғазыдан туатын Дайыр төренің баласы Мұхаммед жарға ұзатылды. Орнымен дөп сөйлейтін адал жан болған. Нұрбегім әжеден туған ұрпақ бүгінде Ақтоғай ауданында. Нұрбегім әжеміз қолы шебері. Соғыс жылдарында майдандағы солдаттарға киім-кешекті айдың жарығымен отырып тігеді екен. Нұрбегім әжеде қуғын сүргінді көп көрген. Туған ағасы Әлиханды жиі есіне алып, бар жазығы орысқа бодан болмаймыз, жеке ел боламыз деп жүріп, жырақта қаза болды дегенді жиі айтады екен. Жақсы. Сен Гүлданды мен Әбдірахманның немересі, балалысың, немересің. Мен Қапасәлінің қызымын. Иә, апа, Бөкейханның ұрпағымыз ғой. Ұрпағым. Сіз ұлынан тарадыңыз, мен қыздан тарадым. Иә. Асылдың тұяғымыз. Ел жоғары шық, иегі көрі. Рахмет, аман болыңыз. Жалғын қарындасы Нұрбек, Нұрбектің 3 ұлы болған. Қапасәлі, Мұхаммед-әлі Өктай. Өктай марқұм хабарсыз кетті. Бірақ кейіннен шықты, Мұхаммед-әлі қолының шыққаны болған, содан барамады. Менің әкем Қапасәлі соғысқа қатысып келді. Бұл Нұрбегім марқұмның Қапасәліден туған қызымын. Немересінің алдымын. Өзі тәрбиелеп, Нұралы екеумізді, Нұраш Қапасәлінің кейінгі ұлы, 3 қыз, 1 ұл болдық. 1 ұл болды, сол Нұраш екеумізді тәрбиелеген апам. Бізді бауырына асыраған, тәрбиелеген сол кісі. Сөз қылмаңдар, сөз қылған пәрегі, жолығат, жол қылған қазынаға жолығат деп айтып отыратын марқұм. Бірақ ана ағаларының ішінде Әлиханды мақара жақсы көрді өзі. Маған бір кітап береді 5-ші класста. Осы кітаптың ішінде Әлихан Бөкейхан деген жазу бар жерді маған оқып бер дейді. Мен оқып берем, ол кісі жылайды. Сосын бір күні сұрадым, апа неге жылайсың деп. Сосын айтты, Әлихан марқұмды жақсы көрушім, қазақты орысқа қоспадым дегеннен басқа жазығы жоқ. Босқа өліп қалды, оған жылайым деп сөйтті. Кітаптың атын есіңе сақтап қалды, 5-ші класс оқимын ғой, бірақ ішіндегі жазу есімде жоқ. Тары жолдағы кешу Сәкен Сейфуллиннің сол кітапты оқытатын марқұм. Ішінде Әлихан бар жерді оқып берем, осы жылайды. Ол кісі тәкаппар кісі болды. Кестестігі отырады, ұнамаған кісі не сразу кемшіліктердің бетін айтып бастайды. Өкітай марқұмға арнап орамал тікті, кестесіне атын жазып, кестеге атын жазып, көйлек тікті, басына қалпақ тікті дайындап қойды, келеді мен Өкітайым деп. Бірақ ол кісі марқұм келмей қалды ғой. Кейіннен табылды ғой.
Апам марқұм мегемендік алғаннан кейін айттық өзіміздің руымызды айтқызған жоқ. Айтпаңдар деп. Өздері әбден қорыққан ғой. Қорыққан. Иә. Яғни Бегім апаны айтатын да сол. Иә, төреміз деп айтып көрген жоқпыз. Осы бертінде айтып жүрміз. Тектілік тек жатпайды. Тектілерін халық ешқашан